Мен Базарбаева Сәуле Қойшыбайқызы 10 жыл мемлекеттік күзет қызметі президент охранасында 10 жыл строитель болып жұмыс істедім. 10 жылдың ішінде мен қазір профессиональный болезнь неге осы мекемеде істеп, мен неге астма және аллергия ауруға ұшырадым. Мен мінекей 3 айдан бері больницада жүрмін. 3 айдан кейін жұмысқа шықсам, мені заңсыз жұмыстан шығарыпты. Енді мінекей 1 жеті болды, неге генерал Қалмұханбет Қасымовқа кіре алмай отырмыз. Мемлекеттік күзет қызметі генерал Қалмұханбет Қасымовқа жеке қабылдауға кіре алмай отырмыз. Письменный обращениеміз бар. Және ауызша да дүйсенбі күннен бастап неге жаңағы мекемеге бардық, бізді ешқандай қабылдамайды. Бұл мекеме мемлекеттік күзет қызметі заң бұзып отыр, заңсыз жұмыстан шығарған. Қолымызда акты несчастный случай бар. Акты несчастный случай мемлекеттің 100% ненің жаңағы жұмыс беруші 100% кінәлі. Жұмыста мен отравилась. Енді ауру болғаннан кейін өздері ауру болыпта, енді сосын жұмыстан шығып барып кете береді. Мен қайда баруым керек? 10 жыл ауыр жұмыс істеп, мен сонда не үйсіз, не жұмыссыз қайда баруым керек? Сіз қай қалада тұрасыз? Мен Астана қаласында тұрамын. Қазір тұрып жатқан мекеніңіз? Сарыарқа 42-511. Өзіңіздің жекеменшік үйіңіз бе? Жоқ, жаңағы осы мекеменің служебный жатақханасы. Ал қазіргі уақытта қайда жұмыс атқарасыз? Мен ешқайда жұмыс атқармаймын, мен 3 ай больницада болдым. 1 ай Қарағандыда жаттым, профинститутта. 2 ай Астанада жаңағы двухсторонний пневмония болдым, одан астма болдым, одан аллергия болдым. Мінекей 3 ай бойы больницамен айналысып келе жатырмын. Сол екі ортада жұмыстан шығып жүрген? Сол больницадан шығып жұмысқа барсам, жоқ, сізді біз жұмыстан шығардық дейді. Сонда 10 жыл жұмыс істеп, мен сонда далада қалуым керек па? Мен осы сұрайтыным, мені осы генерал Қалмұханбет Қасымов қабылдасын, мемлекеттік күзет қызметі, служба охрана президента. Ал енді құр қабылдап қояды, қандай нәтиже күтесіз ол қабылдағаннан кейін? Не айтасыз? Сонда мен бұл кісіге кіретін себебім 10 жыл жұмыс істеген адам қайда бару керек ары қарай? Заңсыз неге жұмыстан шығарады? Ал қазіргі уақытта сіздің тұрып жатқан мекен жайыңыз жатақхана. Оның өзі бір бөлме. Неше шаршы метр? 18 бе? 18 шаршы метрде құр ғана бір ғана бөлме, ас бөлме ортақ, бірнеше жанұяға арналған. Және жуынатын әжетхана 2 жанұяға арналған. Сонда сіз тұрасыз, содан кейін кім тұрады? Балам тұрады, сіңілім тұрады, әке-шешем тұрады. Сіңіліңіздің баласы бар ма? Сіңілім жоқ, сіңілім баласы жоқ. Әке-шешем, әкем 2-ші топ мүгедегі. Енді мен ол бөлмеге барып көрдім. Әмбе ол сіздің атыңызда жазылмаған. Сол жатақханадан да қуып отыр сізді, Иә, жатақханадан да қуып отыр комендант Анарбаева. Және жұмыстан да қуып отыр жаңағы мекеменің басшысы Абдрахманов Талғат. Ал Анарбаева деген кім? Ол ана жол біз кіріп едік, бізге зікін етіп. Ол общежитияның коменданты. Жаңағы Сарыарқа 42-ның. Сонымен анық дұрыстап айтыңызшы, бізге қайдан келді, неге солай адамдармен сөйлеседі? Ол Анарбаева Өзбекстанның азаматшасы, осы комендант болып осы жатақханада тұрады. Ол айналсақ, сол жаңағы жалғызбасты әйелдер, многодетный, жаңағы мүгедектер, сол жатақханада адамдарды соларды далаға қуады әйтеуір ай сайын. Сонда шетелден келіп алған азаматша біздің Қазақстан елінде отырып, осы этиканы нетпей, орындамай, біздің құқығымызды бұзып, заңды орындамай, бізге дөрекі сөйлеп, ана жол біз Зейнеп тәте екеуміз барып отырмыз.
біз үлкен кісі демейді, кіші демейді, айғайлап бізге дікін етіп сөйледі. Содан кейін өзім шыққанда сізге сөйлеп жатқанын естідім. Содан кейін тағы да бір жайт, ол кісі мына сіздің жаныңыздағы неше шаршы, 12 шаршы ма? Кішкентай ғана бөлме бар. Сол бөлме сізге тиесілі болатын еді, өйткені жанұяңыз үлкен. Оған бір бапкерді тұрғыз қойған, орыс. Оның өзі біресе бір әйелді, біресе екінші әйелді әкеліп, арақ ішеді, құрбан айтты, арақ ішіп мазаңызды алды. Неге сондай бір келеңсіз жағдай болып жатыр сол жатақханада? Ол жатақханада қаншадан бері келеңсіз жағдай болады, бірақ оған ешкім іс-әрекет қолданбайды. Анарбаева жаңа комендант өзі ойына келген, өзінің туыстарын тұрғызады, өзі ойына келген істейді. Ал кәдімгі біз сияқты, біз 10 жыл жұмыс істеп, біздің заслужили сонда тұруға. Бізге өзі 3 бөлмеде тұрады. Өзінің пәтері бар, Анарбаеваның. Оны пәтерді сдавать етеді. Біздің бастықтар барлығы сол жатақханада тұрады. Өздері 3 бөлмеде тұрады, а біздер сияқтыларға бір бөлмені береді, тұрсаң тұр, тұрмасаң қой. То суды отключает, то светті отключает. Олар ойларына келгенін істейді. Оны біз басшыларға айтып, письмені жаздық, даже прокуратураға жаздық, біз милиция шақырдық та. Шара қолданбайды. Шара қолданбайды, өйткені ойларына келгенін істейді, білмеймін, кім істеп отырғанын. Ал енді тағы да ана жолы біз сізге барып жағдайыңызды сұрауға, қалыңызды сұрауға барғанда, сіз айттыңыз, мына сол тұрып жатқан кішкентай ғана құтақандай бөлменің өзі сізге тиісті емес, сізге сіздің атыңызға жатпайды екен. Әмбе сол бөлмеден қуып отыр. Жұмыстан шығарып жіберді. Ары қарай не істейсіз, қуса не болады, соны мен түсінбей тұрмын. Сонда сіз анандай егде адам, ересек балаңыз бар, сіңіңіз бар, қайда барасыздар? Өзіңіз ауырып шықтыңыз. Иә, біздің елімізде ешқандай заң орындары жұмыс істемейді, прокуратура жұмыс істемейді. Біз үкімет орындарына жаздық, компетентті органдарға. Біздің құқығымыз бұзылып отыр, грубо нарушается біздің. Біз мысалы, мен сол мекемеде істеп, мен производственный травма алып отырмын, отравление алып отырмын. Отравленияға моральный, материальный ущерб төлеу керек, жаңа менің мекемем. Материальный, моральный ущербті да беріп отқан жоқ. Ол вообще бөлмені маған собственностьқа беру керек. Өйткені мен ол бөлмеде тұрғаныма 8 жыл болыпты. Әмбе өзіңізді борышкер жасап отыр. Ол наоборот, олар мені борышкер қылып отыр. Кеше салу, нете салу жоқ. Ондай жоқ. Ауырған адамға. Ауырған адамның біздің барлық құжатымыз бар. 3 ай больницада болған. Жылда 6 ай больницада боламыз, жылда. Енді бізге ешқандай медициналық материальный помощь та бермейді. Наоборот, біздің мойнымызға толып отқан қарыз жазып қояды. Ал енді зорлықпен дала қоса, ары қарай әрекетіңіз не істейсіз? Енді президент Тоқаевтан көмек сұраймыз, бізді қабылдасын. Біз қайда барамыз енді? Ал айтатыныз бәрін айттыңыз ба? Иә, мен осы... Сізге қазір талап, кішкентай бөлме болсын, соны атыңызға аударып жаздыру. Екінші талап, несиеңізді кешіре салса екен, мардымсыз бір ақша 270 мың. Әмбе үшінші жұмыс тапсын, өйткені сіз қазір ауырып, үлкен жаман жағдайда жатқанына қарамай, жұмыстан шығарып жіберген. Үшінші жұмыс. Үш талап қойыз. Мен 5 миллион кредитім бар, мен жалғыз асыраушымын, одинокая мать, единственный кормилец в семье, еще үшінші топ мүгедегімін. Иә, енді өзіңіздің иммунитетіңіз мықты болып, Құдай өзі сізге денсаулық берген соң, әйтеуір анандай жаман аурудан сақ қалып, осай аман есен қалғаныңызға мында бір шүкір. Ана жол тағы да жүрегімізді ауырттыңыз. Ұлым жылап, еңіреп, үлкен ересек ұл болса да шешесін жоғалту деген не ешқай үйі жоқ, не дұрыс жағдайы дұрыс емес. Соның бәрін естіп, біз шашымыз тік тұрды мынандай жағдайда. Ауруханада да жаза бердіңіз, сіз не болып жатқан, ішіне кіргізбейді, кіргізсе қорқамыз, жолай алмай қалдық. Сол неге Редисон мейманханасына. Жағдайыңыз қиын екен. Енді халықтан көмек үшін сұрайық. Көмектесіңіздер халық. Сәуле Базарбай Астана қаласында тұрады.
тұрғанның өзінде жай саналып тұр, не жұмысы жоқ, не тұратын пәтері жоқ. Жап-жақсы қазақтың келіншегі, зиянкес емес, өзінің қу тіршілігін ойлап жүрген келіншек. Соған бәріміз жұмыла көмектесіп, ат салысып, видео түсірілім болса, видео түсірілім жасаңыздар, осы кісіні қолдайтын. Ал сіздерден көмек сұраймыз. Егер де қаржылай ақша берсе, алатын едіңіз бе? Білмеймін, енді халықтың жағдайы, жұрттың бәрінің жағдайы маз емес қой. Мен енді осы видеоға түсу себебім, мені ертең мына генерал Қалмұханбет Қасымов қабылдасын. Енді ол болмаса, мен енді президентке баруға емін. Президентке жібермейді ғой. Снайперлер тұр, атып жібереді. Снайпер болса, не болса да барамыз соған, Тоқаевқа. Атып өлтіре салады. Не қамап қояды? Енді осылай біз далада қаңғырып жүреміз ба? Өзіміз больницадан шықтық, акиматқа барсақ, акиматтың есігі тарс жабық тұр. Сол халықтың маған осы үкіметке жетуіме мен көмектессін. Тағы да әл-ауқатты азаматтар болса, рақымшылықпен айналысатын азаматтар болса, Сәуле Базарбай қыздарына көмектесіңдер, далада қалмасын, баласын үйлендірсін, әке-шешесін дұрыстап, жанын ұстап қарасын. Өзіміздің қазақ жылатпайық халқымды. Осындай халық үшін, жағдайы мүшкіл, жағдайы төмен қазақтар үшін мен де азаматтық белсенділік жолына түсіп, қазағым жыламасын, жүрмесін осай қаңғырып деп сөйтіп шыққамын. Осай көмегімді аяғым келмейді, бірақ мен де өзім амалым қанша, өзімде де ештеңелер жоқ. Сол тек қана мен осай видеоға түсіріп айтпасам, басқа менде де ешқандай не жоқ, көмек амалы. Халқым көмектесіңіздер, әл-ауқатты азаматтар болса қосылыңыздар. Жақсы, енді халқымызға тағы не айтасыз? Сол енді бүгін мына Зүбайда ханымға келіп отырмын. Бұл кісі жетім жесірлерге, жаңағы многодетный жалғызбастыларға көмектеседі. Бұл кісіге рахмет айтам, үнемі қолдап жүреді, қашан болса да бізді. Енді халықтан және сол көмек күтем. Үкіметке жетсін менің даусым. Халқым енді көмектесек, жерге қалтырмайық, жылап қалмасын, өзі ауырады, көп дәрісі бар, ішетін. Сол жағдай қиын. Халқым жақсы, сау болыңыздар.